Ертеде бір әдемі ауылда тату-тәтті отбасы өмір сүріпті. Бұл отбасыда бәрі бар екен. Атасы, әжесі, әкесі мен анасы, әпкесі мен кішкентай інісі. Көктемнің жылы күндерінің бірінде отбасының ауласына кішкентай торғай ұшып келіпті. Торғай шаршап, шиық-шиық етіп отыр екен. Бірінші болып оны інісі байқап қалып: «Апа, мұнда бір торғай келді!» деп қуанып айғайлапты. Анасы торғайды көріп: «Әй жазған-ай, аш сияқты ғой!» деп дән әкеліп береді. Сол кезде әжесі су құйып: «Су үшін шөлдеп жүрген шығар!» дейді. Әкесі дереу ағаштан кішкентай ұя жасап, оны таза етіп шығарады. Ағасы әкесіне көмектесіп, балғасын ұстап тұрады. Әпкесі ұяны әдемі қылып безендіреді, гүл мен жапырақта жапсырады. Ал атасы бәрін бақылап тұрып: «Жарадыңдар, балалар, бірлік бар жерде жақсылық көп болады!» деп күлімсірейді. Сөйтіп барлық отбасы мүшесі бірігіп, торғайға жаңа үй дайындап береді. Торғай қуанып шиық-шиық деп ән салып жібереді. «Қараңдар, бізге алғыс айтып жатыр!» деп інісі мәз болыпты. Содан бері торғай күнде сол үйдің маңынан ұшып жүріп, олардың досына айналыпты. Отбасы болса, тату отбасы бақыттың бастауы деп әрқашан бір-біріне көмектесіп өмір сүріпті.